Арыс ауданы прокуратурасының ұйымдастыруымен кәмелетке толмағандар арасында жасалатын және оларға қарсы жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында Арыс аудандық полиция бөлімі, білім бөлімі және Арыс қаласы әкім аппараты қызметкерлерімен бірге ата-аналармен кездесу өткізілді. Кездесу барысында жасөспірімдермен жасалған құқық бұзушылықтар бойынша көзделген жауапкершіліктер және құмар ойындар мен есірткі заттарының зияны мен салдарлары түсіндірілді. Себебі құқық қорғау органының негізгі қызметі кәмелетке толмағандардың арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және болдырмау, сауаттылықты арттыру, заңсыз іс-әрекеттер жасаудан қорғау, жастарға заңға бағынушы азамат ретінде тәлім-тәрбие беру. Осы тұста ғұлама ғалым Әл-Фарабидің адамға ең бірінші білім емес, тәрбие беру керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Ол келешекте адам өміріне қауіп әкеледі дегеннің өзектілігі артып отыр. Өйткені балаға өнегелі тәртіппен құқықтық тәрбие бере білу өлшеуі жоқ қазына. Бүгінде өрімде жастардың қылмыс жасауын көз үйренген көрініске айналдыруға болмайды. Қылмысқа бейім бала есейген сайын қылмыстың ауыр түрлерін жасауға бейімделетінін ескерсек, бұл аса өткір мәселе. Демек, ата-аналар бұл індеттің өзектілігі мен арты қандай жамандыққа алып келетінін ескеріп, балалардың әлеуметтік желілерге кіруіне, мінезіндегі өзгерістерге мән беру керек. Осы орайда ата-аналарға бала тәрбиесіне асқан жауапкершілікпен қарап, саламатты өмір салтын ұстанудың маңыздылығын түсіндірген абзал екендігі айтылды.